Тұрсынбек, сені КВН-ға шақырайық деп едік дейді. Қайда? КВН-ға. Қайда? Москваға? Ой, мен вообще орысша білмеймін. Енді вообще деген сөзді айтыпсың ғой дейді. Енді вообще дегенді былай айтамын ғой, былай енді былай орысша сөйлемеймін ғой мен. Саған үйретеміз. Сенде бір андай білмеймін, бір казахский колорит бар. Қызық болады сен сөйлегенің. Жүрш, Красный Кремльді көресің, Москваны көресің деп алдап алып кетті. Содан бірінші ойынға бардым, қолыма сценарий жазып берді. Негіз памятім жақсы, жаттап алдым енді. Бірақ не айтайын деп тұрғанын білмеймін. Жаттап алдым. Жігіттерге айтып қоямын, бірінші бір түсіндірсеңдерші айналайындар. Не айтайын деп тұрмын, мен қайда тұрмын вообще? Сосын айтты, сенің дүкенге кірейін деп тұрсың, құмар ан жақтан сатып алушы, Нұрлан мына жақтан келеді, сен бүйтесің, сен сөйтесің. Сосын ең соңында я договорился дейсің, болды. Сол ма? Я. Маған бірақ я договорился деген сөз өмір айта алмай кеттім қосағына да сонымен. Сөйтіне керек репетиция басталды.